Assalamu alaikum. Kadirmende 81'in tülöpleri, rastaslarım, sınıftaslarım, dostlarım, yoldaşlarım. Bärine de olsa bugünkü oturuştun senimen, änimen, mänimen kutlayım bärine. Onda endi bugün Kuda kalasana жаңа айтылып atır ғой, бұл 45 жылдық деп неге айтасың деп қайныза. Аля. Мен енді ойлаймын, мына 45 жылдық Құда қаласама 50 жылдықтың кеңесі деп ойлаймын. Баяғыда ата-әкештеріміз айтады да, кеңесі қылып, үлкендерді шақырып, кеңес құрып, естиміз, не қоямыз деп мына тойларда. Сол айтқандай, мына 45 жылдық, 50 жылдықтың осы кеңесі деп есептеймін. Құда қаласа осы 50 жылдықта осы төрт көзіміз түгел, әлі қалғанда жігіттер бар. Мен жаңа отырып есептеп отырмын. 6 қыз, 6 жігіт келмепті. Өзімізден, сыныптастардан. Енді Құда қаласа 50 жылдықта енді домалақ еуілей дейді ғой. Содан мүмкін келеді деп ойлаймын, өзім есептеймін сол кісілерді. Сол төрт көзіміз түгел, сол 50 жылдықта келсек Құда қаласа. Сол 50 жылдықта осы жігітті шақырайық. Осы жігіт куәгер болсын бізге. Мына осы ағам айтып өтті, Құда қаласа, маған бір подарок бересің сол. Әдемісің, әдемісің. Қазір қыздар бар. Ал осы тойымыз той боласын. Бәріміздің отбасымызда амандық болсын, саулық болсын, той болсын. Немере шөберелеріміздің рақасына тоймай, ұзақтан қызықтап жүре берейік бәріміз. Ауырмайық. Құдай жалғыз қайғысынан сақтасын. Не көрсетсін, көппен көрсетсін, ұлы той болсын. Негізі тур осындай ғой, айта берейін. Құрметті алыстан келген қонақтар, дейміз, қаттың бірі дейді, Құда қаласа әңгімелерді мектепті бітіргендерімізге 45 жыл болып қапты. 45 жылда бірінші бір қызды бірінші көріп тұрмыз. Мектеп бітіргеннен кейін вообще көрмегенбіз. Сол қызымыз арамызға қосылып жатыр. Ойлап, арамыздың қосылғаны құтты болсын. Құда қаласа енді 50 жылдықта, 55 жылдықта, 60 жылдықта бәріміз бірге болайық. Деніміз сау болсын, Құда қаласа. Ынтымағымыз жоғалмасын. Қайыққа барам десе, ынтымаққа барам деген екен ғой. Ынтымақты болайық, бір-бірімізді сыйлайық, Құда қаласа. Деніміз сау болсын, бақытты да баянды өмір кешіп. Әр күніміз осындай той боласын да, осындай тойды көрейік. Аумин. Аумин. Деймісіңдер, кластастар демесем де, бауырларым дегенде болады. Бауырымсыңдар. Денерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, ауырмаңдар. Біріншіден саулық денсаулық дейді, деніміз сау, осындай қызықшылықта кездесіп жүре берейік. Төрт көзіміз түгел болып. Мен көріп отқан көзі жаным бар. Сәлем, жалынды сәлем, кластастардан. Осы Күнжіге жіберіп. еш жақтан бөлмедім. Құрметті достар, мені балалық шақтың еске алып, бал дәуренін еске алып, қанша осы 45 жылдықта жасаймыз деп, қанша атсалысқан қыздар жігіттер рахмет, басымызды 45 жылдықта қосып, аман есен төрт көзіміз түгел отырмыз деп есептейміз. Бізге дұғай сәлем. Ең бастысы денімдеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Барлық жақсылықты тілеймін. Ал кешарақ құрметті жаңа 1981 жылы бітіріп Сатпаев мектебінде қаламыздың тамаша түлектері бүгін бас қосып отырсыздар. Әрине менің күйеуімнің сыныптастары, барлықтарыңыз қыздар, ұлдар дегенде бәрі көз таныс, себебі өйткені мен сол мектепте оқыған, сол мектепте қазір ұстаздық қызмет етемін. Сондықтан мынау білесіздер, мынау сыныптас деген өз өмірде ең бір тамаша балалық шақтың бір сәті болады. Сол сәтте бірінші сыныптан бастап 10 сыныпқа шейін
енді қазір 11 болып жатқан 10 сыныпқа шейін барлық балалық шақта керемет ең өмірдің бір тамаша ләззат уақыты осы кезең болады. Сол кезеңде міне бір-бірлеріңізді көріп, еме Söyle ver сол айтқандай, мына бүгін көріп отырмын. Барлық әр өзінің несі болады. Мысалы, достары, бар несі жаңағы, ұжымдастары деген сияқты. Соның ішінде мынау кластастың орны бір ерекше деп өзім ойлаймын. Ал қыздар, ұлдар, сіздерді мынау барлықтарыңызды мынау шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі мынау кездесу сәті деп жатырмыз. Сол мынала кездесеріміз ат салысып, құда қаласа, жақсылап тойды барлықтарымыз бірге өткізсе қандай керемет болатынын сөзсіз сенімдімін. Отбасыларыңызға бақ қарасын, қыдырдарсын. Мынау жайылған ақ дастархан басында барлықтарыңыздың жүздеріңіз күлкіден айырылмасын дегілем келеді. Мынау отырған орындарыңыз еш уақытта жоғалмасын. Осындай төрт көздеріңіз түгел, құда қаласа 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдықтарда барлықтарыңыз бірге бас қоса беріңіздер деп айтқым келеді. Құрметті міне Қаныш Сәтбаевтың 81 жылғы түлектері, алтын қыздар, алтын уақыттарын бөліп келіп отқандарына мыңда бір рахмет. Бәріңіз кереметсіздер, сұлусыздар. Мына сендердің сұлулықтарыңда, мына достықтарының бір құдіреті да. Мен мына күйеуім аяғынан жүре алмай қалған бір 10 күннен бері. Бүгін қарасам, секіріп билеп жүр ғой. Рахмет, асын деймін сендерге. Сендердің құдіреттерін аяғын жазып жіберді. Әрқашан осындай жүздеріңізден көрмеген өткесін. Осы отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бала-шағаларыңыз аман болсын, немерелер, шөберелеріңіз көп болсын. Құдай қаласа жылдан жылға жаңағы кездесуіміз жалғасын тауып жүре берсін. Барлық біздің мына жерде жолдас келіншектеріміз бар, әлі кездесу болмаған, қызық отырған. Соларға да жұмысты болсын. Олар да осы сіздер сияқты қыз болып барлық жақсылық тілеймін. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын, қарындарыңыз тоқ болсын, қалталарыңыз долларда толы болсын, достарыңыз көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын, еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын деп әмин деп қошымды қойшы жақсыларға. Енді жақсыларға сөз кетсек, бүгінгі күн ертеңгі тарих